көліктерге өтіп кетуіне мүмкіндік беріп жатыр. Мен келе жатқан кезде қараңыздар, алыс қарап келе жатыр, артқа емес. Қазіргі жағдайда көп адамдар осы философияны түсініңіздерші, қараңыздар. Егер сіздің алға қойған мақсатыңыз болса, сіз алға қойған мақсатыңызды еш тоқтамай жүруіңіз керек, жүріп өтуіңіз керек. Өйткені егер де мен көліктің мына артқы айнасына қарап жүретін болсам, мен ұзақ жүре аламын ба? Алдымызды көре аламын ба? Алдымдағы кедергіні, не болмаса басқа да бір жағдайларды көре аламын ба? Көре алмаймын. Ал егер де менің ойымда негативный нәрселер болса, басқа біреулерді қой бұл деген лақап қой бұл саған жетістік бермейді қой деген сөздерді ойыма сіңірсем, ауыл көлік сияқты, алдымызда кетіп бара жатқан ауыл көлік сияқты сол жаман ойларды ойыма сіңіріп, жүрісім ауырлайтын еді, және алдыға жылжуыма кедергі беретін еді, жылдам жылжуыма кедергі беретін еді. Сондықтан өмірімізде әрқайсымыз өзіміздің таңдаған таңдауымызда жүрісті қандай, скоростьті қандаймыз, сол өзімізге байланысты. Мысалы, міне мен келе жатқан скоростьті, осы скоростьпен келе жатып, мынандай ауыр жүкті машинелерден озып жатырмын. Ал өмір мені салыстыратын болсақ, негативный ойларменен ақырын келе жатқан адамдарға сіз позитивті ойласаңыз, мақсатыңызға жетуді бетке алсаңыз, алдыңғы нұсқауызға, онда сіз жетер жетіңізге, қалағаныңызға, арманыңызға жетесіз. Бірақ тәртіпке бағынған болмайды дейді. Міне мына жерде 70 дейді, мен 70-ке түсемін. Жанымда екінші полоса тұр, ол полосаны бос қойдым. Өйткені менен де жүріп келе жатқан көлік болса, сол жерден еш кедергісіз өтуім керек. Сол достар, әр нәрсе адамның өзінің ішінен шығады. Жақсы ой болса да, мақсат болса да, жақсы тілек болса да. Сондықтан мен сіздерге қазір жолда келе жатқанда аяқ астынан бір ой келді де, музыка тыңдап келе жатырмын. Сол өмірдің өзі философия ғой, қараңызшы. Кез келген нәрседен сабақ алуымызға болады. Тіпті ешқандай кедергісі жоқ, қара жолдан да сабақ алуға болады. Мына тұрған көліктер, міне қазір мен өтем қасынан. Осы көліктер мысалы демалып тұр, иә? Олар көліктер демалып тұр. Олар қанша ұзақ тұрса, соншалықты алдыға А пунктінен Б пунктіне бару керек болатын болса, қаншалықты ұзақ сол жерде тұрса, соншалықты жету пунктына кеш жетеді. Сонда мен сіздерге айтатын едім, адам баласы өмірге келгеннен кейін бақытты болу үшін келеді, басқаларды бақытқа теңету үшін келеді. Өзі ғана емес, өзгелермен бірге жүріп, жетістікке жетуді меңзейді. Өз қалауларыңызда көлігіңіз өмірге арманыңызға жету жолындағы көлігіңіз
еліне келеді. Үйде жатып, шалқадан жатып, жай әшейін армандап қана жатып, ешқандай жетістікке жетпейсіз. Жетістікке жету үшін алдыға жылжу керек. Алдыға жылжу үшін кедергіден өту керек. Жаңа айтып кеткенімдей, передний вид сізге ашық болу керек. Өмір бақи задний видпенен жүрмейсіз. Көлікті жүргізетін адамдар біледі. Мына задний стеклоны қай кезде пайдаланады? Тек қана бір жерден шығатын кезде, немесе парковка жасайтын кезде ғана пайдаланады. Басқа кезде алдыға жүрміз. Иә? Сондықтан жақсы. Алла тағала берген өмірін өз арманымызбенен, армандағанымызбенен өмір сүруді нәсіп етсін. Мен сіздерді жақсы көремін. Осы видеоны енді қазір жүктей алмаймын, жолда келе жатыр. Қолым босаған кезде жүктейін. Аяғына дейін қарап шығыңыздар. Ойларыңыз болса, сторисқа жазыңыздар, жекеме жазыңыздар. Үй керек болатын болса, көлік керек болатын болса, өсіміне баратын жеріңізді ысқытып апарып, ысқытып әкелетін. Көлік керек болатын болса, хабарласыңыздар. Өйткені мен қазір сол строй кооперативінде жұмыс жасаймын. Өз жерімізде, өз үйімізде өмір сүрейік. Өзіміздің шаңырағымыз болсын. Қазағымыз өз үйім өлең төсегім деп бекер айтпаған. Сәттілік серік болсын қай кезде де.